Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар? Алдыңғы апта тапсырып шыққан ұстаздардың айтуы бойынша ең көп сұрақтардың 90% осы 9-шы нұсқадан келіп жатыр екен. Сол себепті бірінші нұсқадан кейін тез арада 9-шы нұсқаны шығаруға жөн көрдім. Осы видео сабақтарда көрсетіліп жатқан оқу әдістемесі бойынша бірінші және де 9-шы нұсқадағы сұрақтар мен жауаптардың электрондық варианты қажет болатын болса, менің телеграм каналыма тікелей сілтеме арқылы өтіп, сол жерде сақталып тұр. Сол жерден өзіңізге жүктеп алсаңыз болады. Бірінші сұрақ. Жаттап алынған білімді анықтауға арналған сұрақ. Дұрыс жауабы төмен дәрежелі. Екінші. Көпіршелер тұрғызу метафорасы бойынша оқушының дамуындағы ересек адамның рөлі. Брунер бойынша. Жауабы оқудың дамуында түрлі деңгейдегі қолдауы. Үшінші сұрақ. Оқушыны толығырақ жауап беруге итермелеп, өткен материалды ойға салу кезінде қолданылатын сұрақ қою тәсілі. Түрткі болу. Төртінші сұрақ. Оқу үдерісінде адамның өсуіндегі әлеуетіне ерекше назар аударылатын тәсіл. Жауабы гуманистік. Бесінші. Білім саласының басшыларына инновацияны енгізу кезінде негізгі басымдық берген жағдайда кедергі келтіретін мәселе. Дұрыс жауабы нені енгізу қажет. Алтыншы. Оқуды даралаудағы шешуші критерий. Жауабы білім алуда тәуелсіздікті қамтамасыз ету. Жетінші. Оқушыларға анағұрлым толық жауап беруге, өз ойларын анық білдіруге, өз идеяларын дамытуға көмектесетін сұрақ қою тәсілі. Дұрыс жауабы сынақтан өткізу. Сегізінші. Тұлғаның білім алуында ақыл-ой үдерісіне мән беретін оқу тәсілі. Дұрыс жауабы танымдық. 9. Ақпаратты қайта құруға, кеңейтуге, бағалауға жетелейтін сұрақ. Дұрыс жауабы жоғары дәрежелі. 10. Алдымен алғашқы жауабын алу үшін және оқушының жауабын түзетуге көмектесетін сұрақ түрі. Дұрыс жауабы түрткі болу. 11. Бала құқығы туралы конвенция қабылданды. Дұрыс жауабы 1989 жылы 20 қарашада. 12. сұрақ. Педагогика пән ретінде тұңғыш рет оқылды. Дұрыс жауабы 18 ғасырда Германияда. 13. Педагогикалық консилиум әдісі. Дұрыс жауабы оқушылардың тәрбиелілігін белгілі бағдарлама арқылы бағалау. 14. сұрақ. Педагогиканы оқыту әдістемесі бөлінеді. Дұрыс жауабы жалпы және жеке. 15. сұрақ. Ғылым ретінде педагогиканың негізін қалаған. Дұрыс жауабы Каменский. 16. Білім беру ұғымын педагогикаға алғаш енгізген ғалым. Дұрыс жауабы Пестелоций. 17. сұрақ. Педагогика. Яғни педагогика дегеніміз не? Адамды тәрбиелеу туралы ғылым. 18. Педагогикалық процестің компоненттері. Дұрыс жауабы мақсат, міндет, мазмұн, әдіс, форма. 19. сұрақ. Педагогикалық әдеп. Дұрыс жауабы біліктілікті көтеру. 20. сұрақ. Педагогикалық инновация дегеніміз. Дұрыс жауабы педагогикалық жаңашылдық және жаңа технология. Осымен 9-шы нұсқа аяқталды. Егер де сізге менің видео сабағым пайдалы болатын болса, арнама тіркеліп, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Және де колокольчик батырмасын басу арқылы келесі видео сабақты бірінші болып көресіз. Тестте барлықтеріңізге тек қана сәттілік тілеймін.